Сіздердің назарларыңызға тамақ өнімдерінің микробиологиялық қауіпсіздігі пәні бойынша сүттің бактериологиялық ластануын анықтау тақырыбы ұсынылып отыр. Негізі біз күнделікті қолданылатын сүт өнімдері құрамында неше түрлі бактериологиялық заттармен зақымданады. Қазіргі уақытта сүттің құрамына экология әсер етеді, қолданылып жүрген тағамның құрамындағы неше түрлі химиялық элементтер бұлардың бактериологиялық зардап ластануына әкеп соғады. Негізі сүт бұл ағзаға өте оңай сіңетін және минералды витаминдерге бай өнім болып табылады. Сүт біріншіден өсіп келе жатқан жас балаларға, сонан кейін емделіп жүрген, яғни профилактикалық адамдарға өте пайдалы. Сондықтан сүттің құрамындағы бактериологиялық ластануын зерттеу және оның қауіпсіздігін анықтау бірінші мәселеде. Мына слайдқа қарасақ, сүт біріншіден өсіп келе жатқан жас ағзаға пайдалы деп айттым. Неліктен, не себепті пайдалы? Яғни амин қышқылдарымен, соның ішінде триптофан, лизин, метионин, гистаминмен байытылған. Екіншіден, майдың, ақуыздың, минералды және басқа да заттар сүттің құрамында өте көп кездеседі. Және бұл өнімдердің бір жақсы жері адам ағзасына толықтай және жеңіл сіңеді. Сүт өнімдерінің сапасын бақылау қазіргі уақытта өте үлкен орынға қойылған. Оның сапасын бақылайтын арнайы органдар және зертханамен жабдықталған мекемелер жұмыс атқарады. Кейде осыған байланысты кейде байқамай жатамыз, біздің қолданылып жатқан сүт өнімдеріміздің құрамында пайдалы минералды, әлеуметтік заттардан басқа радиоактивті элементтер де кездеседі. Яғни пестицидтер, радионуклидтер, кадмий сияқты адам ағзасына улы заттар өте көп кездеседі. Оның шығу себебі біздің қоршаған ортаға қолданылатын мына заводтар мен фабрикалардан шығатын қоршаған ортаға жіберілетін ластанған улы заттардың әсерінен болады. Сол себепті қазіргі уақытта біздің қолданып жатқан сүт өнімдерімізде, яғни бактериологиялық ластану өте көп кездесуде. Міне, сүттің бұзылуы, жаңа атап өткендей, екі себептен туындауы мүмкін. Біріншісі, таза химиялық адамның қышқылдығы төмендейді, сондықтан лактоза сүт қантты сіңірілмейді. Екінші себеп, пастерленбеген сүтте энергия бактериялар тобының микроорганизмдері болады. Яғни олар қоршаған ортамен келуі мүмкін, топырақпен келуі мүмкін, немесе тағы басқа факторлар әсер етуі мүмкін. Мысалы, сиырларды тазалықсыз санитарлық жағдайда ұстау, ода бактериологиялық ластануға алып келеді. Сондықтан сиырды сауған кезде міндетті түрде гигиеналық талаптар сақталуы керек. Егер сиырдың ішінде сүт стерилді, сау сиырдың ішінде ғана болады, яғни ол желім деп аталады. Сиырдан сүтті сауған кезде 20 минуттың көлемінде сүт таза болады. 20 минуттан кейін және ауадағы лас бактериялар, микроорганизмдер сүттің құрамына енеді. Ол кезде уже қауіпті сүт өнімдеріне алып келеді. Міне, осыдан кейін ғана барып біз сүтті яғни стерилдейміз, немесе пастерелдейміз. Сол себепті сүтке байланысты, ауыз сүтіне байланысты техникалық шарт қарастырылған. Мына дүкендерге әкелінетін сүт өнімдері міндетті түрде осы техникалық шарттан тексерістен өтіп, арнайы лицензиямен толықтырылып отыруы керек. Енді нәтижелер мен талқылаулар осы тақырып бойынша 2019 жылдың 1 қарашасында сиыр сүтінен 2 үлгі алынды. Бұл практикалық сабақ бойынша айтылады. Біріншісі Тараз қаласындағы 9-шы мөлтек ауданындағы сүтхана, яғни молочный деп атаймыз.
дүкенінен және химпоселок аялдамасының қасындағы сүт сатушыдан сүттің үлгілері алынды. Яғни біреуі арнайы лицензиясы бар сүтханадан сынама алынса, екіншісі мынау қолдан сатылған сүт. Енді сол бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. Міне зерттеу барысы мемлекеттік стандарт сүт және сүт өнімдері микробиологиялық талдау әдістері бойынша жүргізілді. Яғни алдарыңызда көрсетілген кестеде сүттің сапасы, ағарған уақыты және 1 мл сүтте бактерияның саны бойынша сынама, яғни талдау жұмыстары жүргізілді. Міне сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Енді нәтижесін талдап келетін болсақ, сүтхана дүкенінен алынған сүттің сапасы жақсы және көшеден алынған сүттің сапасы қанағаттанарлық болып шықты. Яғни арасында ешқандай айырмашылық бола қоймады. Оны келесі кестеден көруге болады. Демек, бізге түскен сынама арнайы техникалық талап стандарттарына сәйкес деп біз қорытынды жасауымызға болады. Яғни қорытынды жақсы және қанағаттанарлық болып шыққан сүттерді, яғни саудадағы сүттерді пайдалануға болады және осы алынған сүттерді 3-5 минут қайнату арқылы бактерияларды толық 100% жоюға болады деп нәтиже жасауымызға болады.